Журналында музыка мектебінің тағы оқушысы Ақтолқын Тоқтағанова. Ақтолқын Тоқтағанованың орындауында Нұрғиса Тілендиевтің «Сасырмайменен оркестрге арнап жазған балапандарым» атты шығармасын тыңдайсыздар. Шығарма орындалатын алдында Сасырмай аспабы жайында бір ауыз сөз. Әртүрлі идеологияның салдарынан біздің қазақ аспаптары сосын тоғыз бен домбыра бірен саран әр жерде сыңсылын атымен аталып жүрген. 60-шы жылдары аяғында 70-ші жылдары профессор ғалым Болат Сарбаев көптеген еңбек сіңірді қазақ аспаптарының